Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге кисло-сладкие огурцы с горчицей без стерилизации дайындайтын боламыз. Енді осы рецепті дайындау үшін бізге керек заттар: бір банкаға бұл есептелген, қияр 600 грамм керек, пияздың 2/1 бөлігі, ащы бұрыш керек болса, әр банкаға 2 дана душистый перец, 1 штук қалампыр, 5 дана черный горошек, 1 лавр жапырағы, 1 шай қасық семена горчицы, 1 сарымсақ, чеснок 1 бөлігі, 2 ас қасық укроп. Достар, керек заттарымызды дайындап алдық. Енді пияз бен укропты турап алатын боламыз. Пиязды міне осылай ұсақтап турап аламыз. Енді укропты да дәл осылай турап аламыз ұсақтап. Ал енді маринадтауға кірсек, мен 1 литрлік банкалар алдым. Ең алдымен банкаларға бағанағы туралған пиязымызды 2 ас қасықтан салып шығамыз әр банкаға. Одан кейін сарымсақтың 1 бөлігін ұсақтап саламыз. Енді әр банкаға 2 душисты горошек, 1 дана қалампыр, 5 черный горошек перец салып шығамыз. Енді әрбір банкаға 1 шай қасық семена горчицы саламыз. Достар, міне осы кезде мен суымды қойдым, 5 литр су қойдым. Әр банкаға 500 миллиграмнан. Достар, енді әр банкаға бағанағы туралған укробымызды салып шығамыз. 1 банкаға 1 ас қасық, көп болса көбірек салсаңыз да болады. Енді әрбір банкаға 1 лавровый листтан салып шығамыз. Енді келесі кезекте бізде банкаларды толтыру керек огурцылармен. Жақсылап толтырамыз, бос орын қалмайтындай етіп. Менікі үйдің қияр болғандықтан размерлері әртүрлі. Егерде барлығы ұсақ қияр сатып алсаңыз, корнишондар, онда сізге жеңіл болады. Толтырып сала саласыз. Ал бір үлкен бір кіші болғаннан кейін осылай жақсылап орналастыру керек. Міне біздің суымыз да қайнады. Енді аз-аздан құйып, ыстық сумен толтырамыз. Бірден құйып жіберіп, банкаларымыз сынып қалмайтындай етіп. Сосын банкаларымыз 10-15 минуттай тұрады. Жылы болған кезде төгеміз. Міне бірінші суымызды құйып алдық. Енді қайнатып банкаларға құямыз да 10-15 минут тағы да қойып қоямыз. Міне суымызды екінші рет төктік. Енді осы суға қант пен тұзын салып, маринад дайындаймыз. Енді маринадқа бізге 1 литр суға 60 грамм тұз, 2 ас қасық 80 грамм қант керек. Ол 4 ас қасық. Суыңызға байланысты есептеп аласыз. Тұзын салған соң дәмін міндетті түрде көріңіз. Тұзыңыз аз немесе көп болып кетуі мүмкін. Міндетті түрде көріп алыңыз. Достар, міне маринадымыз қайнады. Енді банкаларға толтырып құямыз. Енді әрбір банкаға 70% сірке суынан 1,5 шай қасық құямыз. Міне біздің кисло-сладкие огурцы с горчицей без стерилизации дайын болды. Енді жақсылап орап қоямыз. Достар, бүгін міне осындай видео болды. Мені қолдап, видеоны көргеніңізге көп рахмет. Осы видео сізге пайдалы болып ұнаса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Егерде каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Келесі кездескенше.